Қазір сіздерге біздің ұлттық десертіміз қызыл ірімшіктің жасалу жолын көрсетемін. Қазанға алдымен сүтті құйып аламыз. Енді қазір сүттің қайнап шыққанын күтеміз. Сүтіміз қайнап шығып жатыр, осы кезде айранды қосамыз. Енді бұл жерде менде 6 литр сүт бар. 6 литр сүтке шамамен 600 грамм айран қосуым қажет. Енді жақсылап араластырып сапырамыз. Болып сүтпен жақсы араласуы қажет. Енді қайнап шыққанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін астын бая отта асықпай қайнатамыз. Қайнағанын күтеміз. Міне қараңыздар, осылай сары суы бөлініп шығады. Енді осылай тұрған жерінен 2 сағат бая отта қайнайды. Іртік-іртікті байқап ма? Яғни бұл айранның мөлшері дұрыс деген сөз. 2 сағат өтті. Вау, міне қараңыздар, қандай әдемі қайнап отыр. Жайлап қызарып бастап отыр. Міне шеттерін кішкене босатып аламыз, жабысқамас үшін. Енді осы кезде шекер қосамыз. Сары суын кішкене азайтсақ та болады. Дәміне қарай қант қосамыз. Ірімшік бая отта 2,5 сағаттай тұрды. Енді қас көреміз. Вау, мына дайын болыпты. Мынаны мүлдем араластырған жоқпын. Ірімшік дайын болғаннан кейін осыны сүзіп алу үшін бізге марля немесе осындай шаршы мата керек. Ірімшігіміз осылай былқылдап тұр. Енді біз бұны суынан сорғытуымыз керек. Сосын ауыр затпен бастырып қойсақ, нығыздалып, қатты ірімшік болады. Ірімшігіміз дайын. Осындай қызыл ірімшікті дайындап, таңғы ас болсын, түскі ас болсын, немесе өздеріңізбен бірге жолға алып кету болсын, кез келген уақытта пайдалануға болатын пайдалы ірімшік. Рецепті сақтап аламыз және парақшаға тіркелеміз.